Сәлем достар, таңғы асқа өте дәмді ленивый вареники дайындаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа сүзбе, жұмыртқа, қант, тұз, ұнды салып, бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Дәл осылай. Одан кейін шиеге қантты қосып, 3-4 минут осылай қайнатып шығыңыз. Ұнды сеуіп, жаңағы сүзбелі қамырымызды ұнның үстіне осылай колбаска етіп форма жасап шығамыз. Пышақпен осылай дұрыстап алып, қалаған формасына келтіріп турап шығамыз да. Қайнаған суға 7-10 данадан салып қайнатамыз. Бірден көп салмаңыздар, өйткені вареникилар бір-біріне жабысып қалады. Өте нәзік. Вареники пісті. Тарелкаға еріген сармайдың үстіне вареникиді салып, жаңағы қайнаған шиемізбен қаймақты салып, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.